Қайырлы күн достар, бүгін каналымда қысқа арналған қияр жабатын боламыз. Алдымен көкөністерді жақсылап жуып аламыз. Қиярдың осындай екі ұштарын кесіп алып тастаймыз. Сонымен қатар бізге болгар тәтті бұрыштары, қызыл ащы бұрышын екіге бөліп аламын. Біреуін ғана бір банкаға қолданатын болам. Тұз, қант, укроп жапырақтары, хрен жапырақтары және қарақаттың жапырақтары да керек болады. Сонымен қатар сарымсақ, қалампыр салатын боламын. Душистый перец және бұршақ қара бұрышы, лавр жапырағы және 70% уксус, сосын аспирин таблеткаларын қолданамын. Алдын ала банканы жақсылап жуып, стерилден өткізіп алғаннан кейін, ең бірінші осылай жапырақтарымыздың барлығын ең астына салып шығатын боламыз. Хрен жапырағынан біреу, укроптан осыншама видеода көрсетілгендей саласыздар. Лавр жапырақтарынан 2-3 және 2 сарымсақ, душистый перецтен 3, горошка перецтерден 4, қалампырдан 2 салатын боламын және болгар бұрышынан 1, ащы қызыл бұрыштан 1 ғана саламын. Қиярдың әрқайсысын осылай тігімен салып аламыз, сыйымдылығы көбірек болу үшін. Айтып кететін бір жайт, банканы қалай стерилизациядан өткізеді десеңіздер, мен банканы жақсылап жуып аламын да, астына қайнаған азғантай ғана ыстық су құямын. Соны қызып тұрған духовкада 200 градусқа дейін қыздырсаңыздар болады. Соған 15-20 минутқа қойып аламын. Духовканың ішіне 6-7 банкадан сияды. Бұл уақытқа да өте үнемді болады. Банкаға қиярды осылай толтырып алғаннан кейін қайнаған ыстық су құйып, бетін жауып 20-25 минутқа қоятын боламыз. Ал енді 25 минут өтті. Банкадағы сиропты басқа ыдысқа құйып аламыз да, оны қайнатуға қоямыз. Ол қайнағанша біз барлық банкаға 1 ас қасық қанттан саламыз. Және 2 ас қасық тұз салатын боламыз. Тұзды қатты толтырмаймыз. %70% уксусты шай қасықпен толтырмай ғана құйып шығамыз барлығына. 1 шай қасықтан осылай құйып шығамыз. Аспириннің 2 таблеткасынан саламыз, әрбір банкаға 2 таблеткадан. Егер 1 литр банка болатын болса, онда 1 таблеткадан. Ал егер 3 литр банка болатын болса, 3 таблеткадан салу керек. Міне осылай сиропымыз қайнап шықты. Қайтадан банкаға сол сиропты қайтадан толтырып құйып шығатын боламыз. Міне осылай қиярды жабу процесі аяқталды. Банканы осылай жақсылап жапқышпен жауып алғаннан кейін банканы тоңқайтып тексеріп көру керек. Су тамшылай ма, тамшыламай ма, соны білу үшін. Сосын банканы кішкене аунатып, ішіндегі тұз қанттарын ерітіп алғаннан кейін банканы осылай төңкеріп қоямыз да, үстін жақсылап одеялмен жауып қоямыз.